Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен Redmi 9 телефон арқылы қалай экранды разделить жасау керек екенін үйренетін боламыз. Сіздермен алдымен настройкаға кіреміз. Мінекей разделить бұл жерде настройканың ішінен разрешение настройка, мынау. Осын басамыз, және бұл жерде функции кнопок деген бар. Мінекей. Осын басамыз. Одан кейін бұл жерде разделение экран деп тұр. Разделение экран. Осын басамыз. Мен бұл программаны қосып қойған. Менде сіздерде нет деп тұрады. Нет дегенде тұрады. Сіздер өзіңіз қалаған осы 3 кнопкаға астында тұрған назад, артқа басу, домой кнопкасы және меню кнопкасы. Осы 3 кнопка арқылы сіздер экранды бөлулеріңіз мүмкін. Қайсы жағын қаласаңыз, соған өзіңіз қою керек. Мен долгий назад, яғни мына кнопка арқылы. Жүзімде қосылып кетті. Осыны басып тұрам. Мінекей, экран екіге бөлінді. Хромға кірем. Хромнан жаза берем. Не керек? Даже іздей береді. Мына жерден жұмыс жасай берсем болады. Ол жақтан іздей береді. Мен басқа жұмыстарымды атқара берсем де болады. Мінекей, өздеріңіз қалағандарыңызға қоюларыңыз мүмкін. Домойға, менюге, назадқа, өздеріңізге қайсы бір ыңғайлы, соған қарап өздеріңізге қоюларыңызға болады. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және комментарий жазыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.